Араларыңда кейбіреуінде осы жоңғарлар қайда, олар кімдер вообще, не болып кетті деген сұрақтар туындаған шығар. Бүгін осы сұрақтарға жауабын беремін. Сол үшін тарихқа көз жүгіртейік. Hey, McFly, ау, жұмысты бастайық. 16 ғасырдың соңы, 17 ғасырдың басы. Осы жерде ойрат атты моңғол тайпалары тұрған. Олармен көршілес басқа да моңғол тайпалары болған. Ал осы жерде тұрған дұрыс, Қытай. Нақтырақ айтсақ, Мин, кейін Цин империясы. Ойрат тайпалары басқа моңғол тайпаларға қарсы соғысқанмен бірге Қытаймен де қақтығысқан екен. Ойраттар көшпелі халық, ал соғыс кесірінен көшіп қонуға жер аз қалған. Сол кезде ойраттардың бір бөлігі осы жерге көшіп кеткен. Сол жерде олар Қалмақ хандығын құрған. Оларды сәл ұмытып, осы жерге оралайық. Ойраттардың бір бөлігі Ресейге кеткен кезде Батыр Қонтайша қалған ойраттарды жинап, Жоңғар хандығын құрайды. Бірақ өздерін неге жоңғар деп атады? Hey, McFly, саған қайта жұмыс бар. Шыңғыс ханның кезіне оралайық. Қайта ма? Енді түсіндіру керек қой. Бәріміз де Шыңғыс ханды білеміз. Бүкіл әлемді жаулауға Шыңғыс ханға ойраттар көмектескен. Көмектескені соншама Шыңғыс хан оларды өзінің сол қолы деп атаған. Яғни жоңғар деген. Жоңғар деген сол қол. Сол кезде жоңғар болу үлкен мәртебе болған. Себебі олардан көбісі қорқатын. Жоңғарлардың әйелдері походу былай айтқан. Иметь мужа джунгара – это честь, ведь не у каждого он есть. Шыңғыс ханның кезінде осылай болған екен. Ал енді қайта 17 ғасырға оралып келейік. 1635 жыл. Батыр Қонтайшы ойраттарды жинап, жоңғар хандығын құрған. Ол атаумен олар соңау жоңғарлардың ұрпақтары екенін білдірген. Жоңғарлардың бір жағынан Қытай болған. Олармен жоңғарлар соғысқан. Ал екінші жағынан қазақтар болған. Қытайлар жоңғарларға күн көрсетпеген екен. Ал жоңғарларға көшіп жүру үшін жер керек болған. Сол себептен олар қазақ жеріне көз салған. Hey, қара, қандай байтақ жер. Мүмкін оларды жаулап аламыз. Осылайша 100 жылдан астам қазақ жоңғар соғысы басталып кетеді. Екеуі де көшпелі халық. Екеуі де мықты. Өте мықты. Мақтылығы соншама, тіпті оларды ұзақ уақыт бойы басқа мемлекеттер жаулай алмаған. Бір-бірінде ұзақ уақыт бойы ала алмаған екен. Ол кездері қазақтар талай зардап шеккен. Екі халықтың діні екі түрлі болғандығы бітімге келе алмағанына себепкердің бірі болған. Нәтижесінде бір-бірінің қас жауы атанған. Бір кездері жоңғар билеушісі Қалдан Сере мен Абылай хан бірігу үшін 1000 жоңғар қызын 1000 қазақ жігітіне үйлендіргісі келген. Бірақ осыған екі түрлі дін ұстанымы мен Қалдан Серенің өлімі бөгет болды деген әңгіме бар. Жоңғарларға Ресейдің де көмектескені бар. Неге? Себебі Қытай мықты ел болған, Ресей де мықты ел болған. Ал жоңғарлар Қытайға қарсы соғысқан. Яғни жоңғарлар Қытайларға қарсы Ресейдің тосқауылы болған. Гипотеза бойынша Ресей жоңғарларға көмектесе отырып, қазақтармен жағдайды әдейі ұшықтырған екен. Неге? Себебі екі көшпелі халық біріксе, Ресейге де, Қытайға да қауіп төнуші еді. 100 жылдық соғыстың нәтижесінде жоңғарлар қатты әлсіреген. Қытай сол кезде келіп 90% жоңғарды қырып тастаған. Ол кездері туралы осы жерге басып көре аласыз. Не болмаса астына сілтемені қалдырып кетем. Қалған 10% жоңғарлар болса, қазақтармен, қырғыздармен, моңғолдармен араласып, кішкентай бөлігі Ресейдегі туысқандарына жеткен екен. Олар естеріңде ме? Бұрын олар осы жерге көшіп келген. Енді олар жайлы. Айтып өткендей 17 ғасырдың басында ойраттардың бір бөлігі Ресейге көшіп кетіп Қалмақ хандығын құрған. Олар өздерін ойрат деп атаған. Түркі халықтар Қалмақ, ал Ресей Қалмық деп атаған. Қазір олар өздерін Қалмық деп атағандықтан біз де оларды Қалмық деп атайық. Қалмықтар Ресеймен бас кезінде дос болған. Ресей оларға жер берсе, Қалмықтар Ресейге қызмет еткен. Қалмықтар Ноғай ордасына қарсы, Қырым хандығына қарсы және де басқа Ресей империясының соғыстарына қатысқан, яғни шведтерге, поляктарға, түріктерге қарсы соғысқан. Қалмықтар да өте батыл әрі әскери шеберлігі жоғары халық. Европа елдері қалмықтардан қорыққан екен. Ол кездегі көшпелі халықтың батылдығы мен әскери шеберлігі басқа халықтардан әлдеқайда жоғары болған. Сол үшін қазақтар да, жоңғарлар да, қалмықтар да мықты болды. Алайда 18 ғасырдың ортасынан бастап патша үкіметі тарапынан қалмықтар қысым көре бастады. Сол кезде жоңғар хандығы жойылып, бос жатқан жерге қалмықтар қайта оралғысы келген. Қалмықтың 2-ден 3 бөлігі көшін бастайды.
Ресей болса қазақтарға қалмақтар соғыспен келе жатқанын айтады. Сол үшін және оның алдында қалмақтар мен қазақтар арасында жер үшін дау болғандықтан қазақтар қалмақтарды соғыспен қарсы алады. Нәтижесінде тарихи отанына қалмақтардың бір бөлігі ғана оралады. Ол оқиға тарихта шаңды жорық деп аталады. Осы туралы Абылай хан жайлы екінші шығарылымда айтылған. Басында Қытай қалмақтарды құшақ жая қарсы алғанмен, бірақ кейін қысым көрсеткен. Сол үшін де олар қайта Ресей жеріне оралып келді. Түйін, қалмақтар деген қазақтармен 100 жылдан астам соғысқан жоңғарлар емес, бірақ түптегі бір және бір-біріне туысқан болып келеді. Жоңғарлар болса бүгінгі күні жоқ десе болады. 90%-ын Қытай қырып тастаса, қалған бөлігі қазақтармен, қырғыздармен, моңғолдармен және де қалмақтармен араласып кеткен. Бүгінгі күні өзің жоңғар деп айтатын адамдар қалған, бірақ олар өте және өте аз. Айтып кетейін, алдында комментарияларда бүгінгі ұйғырлар бұрынғы жоңғарлар деген болжам оқыған. Бұл жалған, өтірік. Ұйғырлар түркі халқы, ал жоңғарлар моңғол халқы. Шыққан тегі екі бөлек, тіпті діни сенімдері екі түрлі. Ұйғырлар мұсылман болса, жоңғарлар Будда дінінде жүрген. Қаласаңыздар, ұйғырлар жайлы жеке шығарылымды жасай аламын. Тағы да айтып кетейін. Тарих өткен қателіктерді қайталамау үшін оқылады. Өткен қарсыластарды тауып, бүгінгі күні олармен дауласып отырмау үшін. Сол үшін комментарияда сабырлығымызды көрсетейік. А то қарап қалсам ұрсысып жатасыңдар. Ойбай, мыналар мынандай деп. Давайте дружный болайық, так что. Бәріңізге рахмет. Сіздермен болған Тарих Марих. Жатарда сыйып жатыңдар.